Мэнде хайн байнагтан ютгаар хатнаа. Брязан олондоо зориулан хүргэдэг МН2 телевизээ Бред ээлгаар бэлтгэх мэдээ хүлээн авч үзэт. Монгол шуу сагалганы хайн өндрийн булт олноороо тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Дэлхийн дахинд ажиг хугаа Бред Монгол шуудаа цагаан хараа мэндэрчлэгээ болгон нэгэн хонирхолтой арга хэмжээ Монголын амин тоонт төрийн бус байгууллагын залуучууд хайнаараа зохион байгуулан өнгөрөө. Энэний юугэ хай Яохор хатрах наадан байх юм ах. Энэ наадан өнгөрхөн Бямба гарагт Сүхбаатарын толбоосоо амжилттай зохион байгуулаа. Өнгөрхөн Бямба гарагт Монгол гүрний төвсийг Улаанбаатарын талбайд амин тоонт төрийн бус байгууллагын залуучууд сугларч цагаан хараа мэндэрчлэгээ болгон Яохор хатарлаа. Жил бүрээ цагаан хараар дэлхийн өнсөг булан бурт ажиг хугаа Бред Монгол шуудад уламжлал болгон Яохор хатарж цагаалганы мэндэрчлэгээ хөдөг юм байна хаа. Харин мөнөө жил Монголын Бред зан олонны төлөөлбөж амин тоонт төрийн бус байгаа залуучууд анх төрөөшөө удаага амжилттай ханаар зохион байгуулах юм байна хаа. Байна минь амар энэ жилдээ хайхан хуугадаа гэж хэлэх байна. За нийт Брязан олон та нартай бүгдөөрэнд нь цагаан хараанга баярын мэндийг хүргэнэвжээ. Дэлхийд даяар байгаа бүх Брядуудаа Монгол улс Улаанбаатар хотод байгаа оюутан залуучуудын өмнөө мэндчлэгээ дэвшүүлж байна. Дэлхийд ажиг хугаа Бред Монгол шуудын цагаан хараанга хайн өдрийн хайнаар тэмдэглэрэгэж эвтэй найртай өлгө зүрх нэгтэй байхын уриалхан уг үйл ажиллагаанд нийт 50 гаруй зонууд сугларах юм ах. Газаа хэдий хүйтний шангархан байхан ш Бред дэглээ хувсаа өмдөхөн зонууд хүйтнийг ажиглгүй дуулалдаж хатарж байх юм ах. Энэ удаагийн наадын амин тоонт төрийн бус байгууллагын залуучууд жилхээ жилд уламжлал болгон зохион байгуулах юм байна. Тийм учраас дараагийн нааданд Бред Монгол шуудын идэвхтэй хайнаар оролцоорогтыг энд суглархан зонууд уриалж байх юм ах. Монгол гүрний ерөнхийлөгч бүгд найрамдах польш улсад ажиллаж байгаа холбогдуулан хоёр гүрний бизнес хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилготой Монгол Польш бизнес форум болж өнгөрөх мөнөө удаагийн форумд хоёр орны ерөнхийлөгчд оролцсон байна. Тэгээд энэ үеэр Монгол гүрнсөө хөрөнгө оруулах боломжтой талаар бизнес сонирхох мэдээлэл өгөх юм байна. Ерөнхийлөгч Ашралын бүрэлдэхүүн хүнд Монголын талаа 70 гаруй бизнесээ байгуулгын төлөөлөгчд багтахан байгаа юм ах. Тэд Польш бизнес эрхлэгчтэй харилцан ашигтай хамтран ажиллах, хөрөнгө оруулах боломжийн нээлттэй хөөрөлдөх юм ах. Бизнес форумын Польшийн 170 гаруй компаниуд оролцох юм. Польш бизнес эрхлэгчд Монголын ихээхэн хонирхож байгаа нь эртэд байх юм ах. Мэдээд хэрэг уул уурхайн халбарт цаашдаа хүнсний халбарт хамтран ажиллах хонирхолтой байна. Учирны эдгээр халбарт хамтран ажиллахнаар Польш улсын бизнесийн халбарт ихээр эрг нөлөө үзүүлэх болов уу гэж биетнээ ханарж байна. Манай компани түрүүшээ удаа Монголын талаа эрчим хүнсний халбарт хамтран ажиллаж байгаа хэн. Харин мөнөө удаад гэр ахын бараа тээврийн шиглэлээр хамтран ажиллахаар хонирхож байна. Уул уурхай боловсруулах шиглэлээ технологи Европт тэргүүлэгч Польш гүрэнд энэ халбарт Монголын шинэ хамтран хөрөнгө оруулагч болох ирээдүй бүгдийн Монголын бизнесийн халбарынхан орж хараахан байгаа юм ах. Польш гүрний санхүү бизнесгээд бүхий л зүйл нь манай гүрнээ 10 жилийн өмнө явж байгаа учраас маандууд энэ туршлага архаан алдаа оногийн хурцлаар явж болох бодолтой байна л да. Монгол гүрний эдийн засгийн эршимтэй өсөлт Польшийн анхаарлыг инхүү татаж байгаа юм ах. Цагаан хараа хайн дээр төтөлж байгаатай холбогдуулаад амралтай өдөр автомашины дугаараа хязгаарлалтаар харгын хөдөлгөөнд оруулах шийдвэрийг хотоо захиргаанаа гаргасан байна. Баха том хэмжээний худалдааны төвөд ажлаа цагийн хуваарийг хунгахаа ажилуулахаар болох байна. Мөнөө хараа 27-нд ерх 2 дугаар хараа 3-нд сондгой тоогоор төгсгөн машин хөдөлгөөнд оролцохгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл 7, 5, 3 зэрэг тоогоор төгсгөн машинууд дээрх өдрүүдэд хөдөлгөөнд оролцохгүй бол мөнөө хараа 26-нд ерх 20-нд тэгш тоогоор төгсгөн машин хөдөлгөөнд оролцохгүй хязгаарлан байна. Тийм учраас цагаан хараа хайн өдрийн замын хөдөлгөөнд төгсрөл тодорхой хэмжээгээр бишээхэн болно гэж хотын удирдлагууд үзэж байгаа юм ах. Мөн томоохон худалдааны төвийн ажлаа цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж 8 чиглэлд 50 гаруй автобус нэмж явуулахаар болох юм байна. Мөнөөр 40 гаруй жилийн өмнө жил бүрээ уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Швейцарийн Давос хотосоо 1 хараа 23-ны 27-ны өдрүүдэд дэлхийн эдийн засгийн шуулга уулзлага болох гэж байна. Тэгээд мөнөө удаагийн шуулга уулзалтанд 50 гүрний төрийн тэргүүнээр оролцож дэлхийн элүүр мэндийн инхийн төлөвийн талаар андалдаан болох юм байна. Мөнөө жил дэлхийн эдийн засгийн шуулга уулзалтанд оролцоор Герман, Их Британи, Ордын холбооны улсын засгийн газрын тэргүүнээр хүрсэн ирхэн бол
Франц улсын сангийн сайд бол инновац сайднаар оролцох юм байна ха. Манай урд хөгшрөө төрийн өндөр дээд албан тушаалтны томилгоо хөгдөж байгаа болон Америктэй нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама тангараа өргөж байгаатай зэрэгтэй холбоотойгоор засгийн газрын төлөөлөгчд орсон гэх мэдээллийг зохион байгуулагчийн зүгөө мэдээлж байгаа юм ха. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бүшгийн дарга Бан Ки Мун Дэлхийн банкны тэргүүн Жин Имком олон улсын валютын сангийн тэргүүн Европын төв банкны тэргүүн Дэлхийн улс төрийн эдийн засгийн ажиллагааны бодлогын шиглүүлэгч олон улсын хамтын нийгэмлэгийн тэргүүн төлөөлөгчд оролцоо мөн удаагийн Даваскын шуулга узалтаар дэлхийн элүүр мэндийн дараагийн төлөв байдал, тэрэний зардал, зарцуулалтын тухай асуудлыг хөөрөлдөө төлөвлөхөн байгаа юм ха. Ийгээд халбарын сайднаар халбартаа тэргүүлэгч 25 аж ахуй нэгжийн төлөөлөгчдөш оролцох юм байна ха. Өнгөрсөн жил дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашран хэд хэдий гүрэнд санхүүгийн эдийн засгийн тусламжийг үзүүлэн түүний өрөө дүнд эхнэхээ мөнөө жилийн дунд үеэ эхлэн ажлын хавшраа зарим талын тодруулаа эдийн засгийн өсөлтийн дэлхийн тулд татварыг нэмэгдүүлэх хэсэг таналтын төлбөрийг хэрхэн ямар замаар өгөх тухай асуудлыг хөөрөлдөөр болгон байна. Үүнээс зэрэгцээ ард заны элүүр мэндийг хамгаалах халдварт өвчнөө үзүүлэлтээр тэргүүлж байгаа зарим бүс нутгаа ард заны элүүр мэндийн эрсдлийг хамгаалах төсөв хөрөнгө үйл ажиллагааны зэрэг асуудлыг 43 удаага дэлхийн эдийн засгийн шуулга тара хөөрөлдөөр болгон байна ха. Өмнөд Солонгосын сэтгүүлчид оноо шилдэг автомашинаар Toyota мотор Camaro мотори машины нэрлэхэн байна ха. Тус гүрний хувьд машины захас зээлд дотоодонгоо хэрэгсэнд тэргүүлдэг мөнөө анхад төрөшөө удаа өөр гүрэнд үйлдвэрлэн автомашины оноо шилдгээр тодруулсан байгаа юм ха. Оноо шилдэг автомашинаа шалгархан Toyota Motors компани төлөөлөгч Сөүл хотоо өсгөлдөр шагналаа гардуулж авлаа. Өмнөд Солонгосын сэтгүүлчдийн хувьд өнгөрсөн 2012 онд тусалсан машины захас зээлд дээгүүр өнгөрсөн 45 загварын машинаа шүүж энэ загварыг гаргахан байна. Toyota Motors-ийн энэ амжилт нь Өмнөд Солонгосын дотоодын үйлдвэрийн хойндоо болон Герман улсын BMW загварын амжилтыг эвдэж шадахан байна ха. Америк Солонгосод төлөө тодалдааны зөвлөлтийн хүрээнд баримталж байгаа үнэт тариампын уян хатан бодлогын ашаар Toyota Motors компани Америк нэгдсэн улсаа дамжуулан өмнөд Солонгост авто хөдөлгөөний нийлүүлэхэд тун удаагүй байгаа юм ах. Учир нь Япон Солонгосын хоорондын шууд худалдаа газар нутгийн маргаантай хавдлаа болоод бүтэмжин муутай байгаа юм ах. Хүрээлэн буй оршиндоо 20 нөлөө багтаа Япон улсын Toyota Motors-ийн авто хүлгүүд өмнөд Солонгосын хонирхлын сүүлийн жилүүдэд ихээхэн татаж байгаа юм ах. Тийм учраас Японы бас нэгэн автомашины үйлдвэрлэгч Honda брэнд тус улсын нийлүүлэх автомашины тоогоор өрсөлдөөр төлөвлөд байгаа юм байна ха. Хантда манда бэлтгэх мэдээ хүлээн авч үзэхэн та надад баярлаа. Өглөөдрөнгөө мэдээгээр дахин уулзтраа баяртай. Хайхан амраарах тий. Армысыздар ағайын, эфирде Эминеке телеарнасының қорытынды жаңалықтары. Моңғол мемлекеті ежелден шаған мерекесін кең көлемде атап өтеді. Моңғол браттары шағанға орай әмін тонта атты қызықты іс-шара ұйымдастырды. Аталмыш іс-шараға өткен сенбіде Сухватр алаңында жүрілді. Өткен сенбіде Ұлы Моңғол державасының орталығы Сухватр алаңында әмін тонта атты салтанатты іс-шара жүрілді. Аталмыш шара үкіметтен тыс ұйымдар барлық моңғол халқына сәлемін жолдап ұйымдастырды. Әмін тонта фестивалы Моңғолияда алғаш рет жүріліп отыр. Сәлеметсіздер, мен Уланғомнан келгенмін. Уланғомның атынан сіздерге жаңа жылан жылы табыс жылы болсын деп сәлем жолдаймын. Барлық бірат ұлтына шаған мерекесімен құттықтаймын. Барлық дүние жүзіндегі бірат халқына сәлем жолдаймыз, студенттер жастар атынан. Моңғол бірат халқының шаған қарсаңында ұйымдастырылған мерекелік іс-шарасының негізгі мақсаты халықтың шағанды ынтымақ пен бірлікпен қарсы алуды үгіттеген еді. Аталмыш шара биылдан бастап жыл сайын жүрілетін болады. Моңғолия мемлекетінің елбасының Польша еліндегі іс-сапарына байланысты екі ел арасындағы бизнес ынтымақтастығын кеңейту мақсатында Польшаның бизнес форумы болды. Форумға екі елдің ел басшылары қатысты. Елбасының іс-сапарының құрамында 70-тен астам бизнес ұйымының өкілдері жүр. Олар Польша мемлекетінің бизнесмендермен екі жақта пайдалы қарым-қатынасты нығайту, дәулет енгізу мүмкіндіктері туралы ашық сөйлесіп пікір алмасты.
Бизнес форумға Польшаның 170-тен астам компаниясы қатысқан, олар Монғолияға ерекше назар аударып отыр. Біздің тау-кен саласы және азық-түлік саласында бірігіп жұмыстауды қалаймыз. Себебі осы салада біріккен Польша мемлекетінің бизнес саласына өте тиімді әсер етеді. Біздің компания бұрын Монғолия мен энергетика саласында бірігіп жұмыстаған. Енді тұрмыстық тауар өндірістер саласында бірігіп жұмыстағанды жөн деп көрдік. Тау-кен өндірісінің технологиясы жағынан Еуропа көлемінде алдыңғы қатардағы Польша мемлекетінің осы саладағы жаңа серіктестік дәулет енгізетін болашағы бар екенін біздің бизнесмендер көріп білді. Олардың қаржы бизнес барлық форумдары бізден 20 жылдан алдыға жүреді. Біз олардан үйренетін мәселелеріміз өте көп. Моңғол мемлекеті экономикасының қарқынды дамуына польшалықтардың назары осылай аударды. Шағын мейрамы жақындағанға байланысты демалыс күндері автокөлік арқылы жол қатынасына шектеу қойған шешімді қалалық әкімшілік орны бекітті. Қаңтардың 27-сінен бастап ақпанның 3-іне дейін тақ сандармен аяқталатын нөмірлі көліктер, яғни 753 сандармен аяқталған нөмірлі көліктер жол қозғалысына қатыспайды. Сонымен қатар осы айдың 26-сынан келер айдың 2-сіне дейін тақ сандармен аяқталатын нөмірлі көліктер жол қатынасына шектеу қойды. Аталмыш талапты жүзеге асырған жағдайда мереке қарсаңында жол кептелісі азаяды дейді қалалық әкімшілік орны. Сонымен қатар ірі сауда орталықтарының уақыт бөлісіне өзгеріс кіргізіп, қаланың 8 бағытына 50-ге жуық автобус қосылады. Осыған байланысты кең көлемдегі мәліметті бүгін қалалық әкімшілік таратады. Мұнан 40 жыл бұрын негізі қаланып жыл сайын ұйымдастырылып келе жатқан бүкіл әлемдік экономикалық форум қаңтардың 23-нен 27 аралығында Швейцарияның Девас қаласында болады. Биылғы бүкіл әлемдік экономикалық форумға Германия, Ұлыбритания, Ресей мемлекетінің басшылары және Франция мемлекетінің қаржы инновация министрлері қатысады. Қытай мемлекетінде жоғарғы лауазымдар тағайындалған ақш-та президент ант көтеріп жатқандықтан үкімет орнының өкілдері келіп қатысады деп форумды ұйымдастырушылар мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ван Ги Мун, бүкіл әлемдік банкінің бастығы Джим Йон Ким, халықаралық валюта қорының бастығы Кристиан қатарлы бүкіл әлемдік саясат экономика ұстанымы бағыттаушы халықаралық ынтымақтастық одағының басшылары қатысқан бұл реткі Давос форумында әлемдік денсаулықтың болашағы, оған жұмсалатын қаржы мәселесін сөйлескендіктен салалық министрлер мен денсаулық саласындағы алдыңғы қатардағы 25 шаруашылық бірлік өкілдері де қатысты. Өткен жылы әлемде экономика дағдарысқа ұшырап, бірнеше мемлекетке экономикалық жәрдем берілген. Мұның нәтижесі осы жылдың жартысында байқалуға тиісті. Сондықтан экономиканы қарқындату үшін салықты қосу немесе азайту бағдарламасын қалайша жүзеге асыру мәселесін талқылады. Мұнымен қатар азаматтық денсаулық қорғау, жұқпалы ауру көрсеткіштері жоғары елдердің азаматтарын денсаулық дағдарысынан қорғауға арналған қаржы дәулет қатарлы мәселені 43-ші рет бүкіл әлемдік экономикалық форум тектеп сөйлесті. Солтүстік Корея тілшілері Toyota моторлы Camry маркалы көліктің жылдың үздік автокөлігіне сыналтты. Корея мемлекетінде алғаш рет шетелдің көлігі үздік автокөліктер қатарынан көрініп отыр. Жылдың үздік автокөлігіне сыналтылған Toyota өндірісінің өкілдерін кеше Сеул қаласында марапаттады. Солтүстік Корея мемлекетінің журналистерінің айтуынша өткен 2012 жылы жоғарғы бәсекедегі 45 автокөлікті сыналтқан болатын. Toyota өндірісі бұл реткі жеңісінде аталмыш мемлекетте Hyundai және Герман елінің BMW үлгілі автокөліктерінің табысын бұзып шыдады. Америка мен Корея арасындағы еркін сауда-саттыққа баға тарифіне бір мәмілеге келгеннен бері Toyota өндірісі ақш арқылы Корея мемлекетіне Toyota көлігін тасымалдайтын болды. Сондай-ақ Жапония мен Корея арасындағы жерге байланысты жанжалдың себебінен сәтсіз болып келген. Қоршаған ортаға зиян әкелмейді. Соңғы жылдары Toyota маркалы автокөлік Корея елінің қызығушылығын арттыра түсті. Сондықтан Honda автокөлік өндірісі көлік санын арттыру үшін Toyota өндірісімен бірігіп жұмыстауды жоспарлап отыр. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Хабарды жүргізген Нәби қызы Төлеужан. Амаржай тербек хүнді көргіздер, бүгдегі эмер жетет бизнесінде бадылда белетке медебісі тамжытып тұрыз.
Мол жанар шаға айының байырлардың жыл саны делген жағай демдегіле берттірер оламжылалдық. Шаға байырлардың таварыштыр бүрәт мол жанар шаға айта жоныңға менді жедіріп, еуқар хатарих езлалды жыл саны оламжылап жортып тұрар. Бұл жылдың еуқар хатарих езлал еркен алды туғар күн сұхуатырының шөліңгі жедешкіндер жағай бол берді. Еркен алды туғар күн мол ұлыстың айсылал қорай, сұхуатырының шөліңгі әмін таунто, төленің немес тұрғызуының жалы анияқтары жығылып шаға байырлардың таварыштыр бүрәт жоныңға менді жедіріп жара сөзі жан жылдарының бірезі еуқар хайтырар езіні қылған. Жыл саны шаға таварыштыр делегенін өнжік болын бүрізінде жұртап тұрар бүрәт мол жанар еуқар хатариш шаға айының оламжылалдық мендісін ниеті жоныңға жедіргендір. Харым бұл жылы мол ұлыстың бүрәт жанарының төлелеп, әмін таунто, төленің немес тұрғызық башқы қаттап бұл езлалды едешкіндер жағай жағады бертірген ерген. Эки күнділік жаным, кел жыдар жа жылды мендізін жедірбі шан. Жылан жылғарға ал аймақ қожуын жұрттығарына менді жағай шағаларын күзі болыр мен. Жа жылғарда олжы амақтық, анияқ жалы өйебіс, жорға аралдық аз кежік толы жұртталғазын тұрғызар болсын деп ерөлті сонып тұрмен. Шағағарына менді жағай оқтуыршылер. Бүрәт арат жоныңға шаға айнын ізік мендізін жедіріп тұрбыз. Бүгіле бүрәт мол жоныңға мол ұлыстың төбі, ұлан батыр қорайнын ізік менді жедіріп олыр біз. Шақ жағай, шаға жағай болсының. Бүрәт мол жонар шаға айнын байырлалын жағай демдігіліп евін айыралдық, жаңғыс демдік тұрарын қиғырған бұл ажыл жортылқаға ниеті бежен ажық жалы анияқтар жығылы ондырған. Мұнда жығылын жон ботының онзағай уран жуыл ойын жан жылын келір салғалынға өвлеті бартырып, бұл жағай еуқар хатариш жазылалын көсеткен. Бұл атымны әмін таунта төленін емес тұрғызық, ыңғай жыл саны уламжыладып жоғадып жордыр біз деп сөзінде онзалап айтып тұрған. Мол ұлыстың түрі башқарақчысы бүгі жаңған айралдық полис ұлысқа ажыл ай білі алташын қалып тұрар жүн, үй күріненің қата ажыл тазылғазы, қалбартар сорғылғалық мол полисті бизнес форум болды. Бұл форумға үй ұлыстың түрі башқарақчылары кірішкен ерген. Бұл өйді мол ұлысқа көренге керер арғалар туғайында бизнесменлер меделіз берген. Мол ұлыстың төрі баштаңға қады, еден ажық бизнес тұрғызуңның тіләзі жоруын. Олар полиштің бизнес әргелекчілерінің қарызалық, ажықты қады ажылдар, көренге кейрер арғаларына ажық жоғалашқандыр. Бизнес форумға полиштің 107 ажық компаниялар кіржейін ерген. Полиштің бизнес әргелекчілер мол ұлысты ұлық сонырғап тұрған. Бүгі жөе білінгір мол ұлыстың тағы орқай атырға ыңғайлап ажы жемі хүнезін атырынға қада ажылдар сонырғалдық тұрар. Ұйырба атырларда қада ажылдар болса полиш ұлыстың бизнесін атырынға болғаш мол ұлыстың ет жазанға ұлы күдік болдыры жүрді. Біздің компан мұрын мол ұлыстың ерчім күш атырынан қады ажылдап тұрған біз. Қарын амды өг ағай паран, бүдірлігі екісінен қады ажылдар сонырғалдық тұрар біз. Дағы орқайны болып сұрадыр бүдірлігізінен, текінтілағызынан, Еуропа мұрынақчы полис олыспа атырға молсын жағада ажылдақчызы көренгі кейрік жезі болыр келір үйе бар деп, молтын бизнесінің атырының ұлыстары онзалап айтып тұрған. Полиш ұлыстың бүгілі атырларының ажыл өлезі біздің ұлыстан 10 жылдан мұрынап жорып тұрар үшін, бұл тұржылғызын өлежіп, ажыл керек қылып жордыр болса, жедешкінге жедер жүрілік біз. Мол ұлыстың әт жазанын сайзыралы, полиш ұлыстың обарам жазын тартып тұрар. Бұл туғайында делгіренге меделелді тара-таразында меделістен уламжылап жедіріп тұрар біз. Шаға байырлар жоғашқылап тұрар жүрін, тұштандылға күн автомашинын туғарының қызығарлап, орық шымбешкінге кейіріштірі шейітпір, қорайнын жағырғазынан үндіргендер. База ұлық задық төптерінің ажылдар шағуезін ұзатыр боп тұрар. Байнын жеріп жетісінде келір айнын үжінде, сондағай санын тоғысты мәшин, орық шымдешкінге кірішпес боп тұрар. Бір сөзін айттыр болса 7-5-3-тен. Тоғыстың туғардың мәшиналар үстінде күнлерді орық шымдешкінге кірішпес болса, байнын жеріп алдысында келір егісінде тексіз санын тоғыстың туғардың мәшиналар орық шымдешкінге кіржерін қызығардандыр. Бай жыл айлажып керек жер болса, шаға байырлар уезінде орық шымдешкіні мұңғарлық бечелер деп қорайнын ұтырдақшылары көріп тұрар. База ұлық садық төптерінің ажылдар шағуезін өскертіп сес ұғдан ашқыныңға бежен ажық автобус немеп жордор боп тұрар. Бұл туғайында делгіренгай меделелді қорайнын жағырғазына меделер. Амтынан 4 ажық жылдың мұрын сағыштап жыл саны оламжылап жоғатып жортып тұрар. Швейцарының табас қорайғы байының жеріп жетізінде делегенін ет жазаңнан ұлық шоғылған ұйражылға болыр деп тұрар. Бұл шоғылған ұйражылға делегенін бежен ұлыс көрінелін ұлыс төрі ет жазақтың башқарықшылары кіржіп, ұян жымжақ динамизм делеге қадық аңбайлалтын ұғланы ашқанық ажыл туғайында жоғала жер боп тұрар.
Бо жылғы делегенин эт жазанын шоулган ужиражылгага киржир деп Герман, Улуу Британ, Орустун колбоосунун улустун жазак жеринин башкаракчылары киржип, Франц улусунун эт көрөнгө болгоч инновациянын сайттары киржир ирген. Биздин мурну кожа күрнебизде төрө жазанын бедик деди албан дужалдык кишилерини томилар деп турар болса, база Америк күрненин төрө башкаракчысы таңгыран көтөрүп турар үчүн жазак жеринин төлөзү киржир деп чогатып жордуп турар, тала медейлеп турар. Катышкан үндөзүнөр тургузуунун эренген арым жиктин дарга Пан Ги Мун, делегенин банкынын баштыгы Жин Йонг Ким, Көбөй саразында валютын санын баштыгы Кристин Лагард, Европтун банкынын баштыгы Михро Драги, жергилик делегенин улус төрө эт жазактын ботан жазын углап турар. Көбөй саразында катышкан этлердин башкаракчы төлөлөр киржир богуралга Давостун шуулган ужиражылганын делегенин кадык каңбаалалтын угланышкындык ажылдар он жарылгалар тугайында айттырыны чогала жер деп төлөвлөн ужун атырынын сайттар болгоч атырында баштап турар 25 ажыл агайт жеринин төлөзү киржир ирген. Эркен жылдын делегенин эт жазанын өзүлтөзү ууртен көбөй улустарга санкы эт жазааны туза көргүскен 10 үре дүңели эгезинин бо жылдын орто уездинен эгелеп көстөр ожурлук жартык тала жээлер болса эт жазаанын сайзыралын деткир үчүн албан үндүттүн эмер тугайында кыздырык салыр төлөвлөрдүн канжап кандык оруктан керекчелер тугайында айтырыкларын чогала жер ирген. Баа жылдан жергелешип журтакчылардын катыкшылын камбаалар, халтыбарлык аарыглар улуг тарап турар. Жарты курлабыр журттун журтакчыларынын катыкшылын камбааларда төсүп көрөнгө кылып керекчелер ажылдарны 4-4 тугар каттап боп турар. Делегенин эт жазаанын шуулган ужиражылганын ажып чогала жер болгон. Мурну солоңгустун сеткүүдүндө жылдын шылгыраңгай автомашинанын Toyota Motorus'нун Camry марканын машини тодурандыр. Бул улус автомашинанын зак жээлинге иштикизинге бүдүрөп тергейлеп турар болсо да, аңгы улус күрнөгө бүдүргөн автомашин жылдын шылгыраңгайдан тодуран башка катта боп турар табашы кирген. Жылдын шылгыраңгай автомашинанын шылгыран Toyota Motors компаниянын төлөзү сөбүл хорega туун шаңналандыпсан. Мурну солоңгусын сеткүүлчүлөр эрткен 2010 жылда Паудустун автомашинин зак жээлинге уштук маргышкан 4-5 үллегеринин автомашининан көрүп, бош итбирини үндүрген ирген. Toyota Motors'тун бо жедишкин мурну солоңгус тигизинге бүдүргөн күүндөй болгоч Герман улустун Вемби машиналарынын жедишкинин бузуп шыдаандыр. Америк солоңгустун хостук задыңнын сүмөлөшкин додуп турар бо тариптин уян жымжак ботам жазын ажык тузазын Toyota Motors компания Америк улустун дамжыштыр мурну солоңгус улуска автомашинин катыштырып уур болбаан турар. Ужуру Япон солоңгус арасында торсадык саарылга жер журттун марганык айтырыкларынан болгоч бүдемже жок турар. Хүрелеп турар агар бойдозунга ээлдик Япон улусунун Toyota Motors'нун автомашиналар мурну солоңгуччулардын сонургалдын соңку жылдарда улук тартып турар. Ындык үчүн Япондун база бир автомашин бүдүрүкчү Honda бренд болуска кирип турар автомашинасынын санын немер деп төлөп турар. Күндүлүк көрүүчүлөрүбүздер үгдөгө бүгүнгү бадылда белеткен медебизди дамжыттыбыз. Таразында каттап уйрашкы же ал аймакка жон журттугар биле менди жагай.